Алпыс қырғыз айтты деп 6 миллион қырғызды жек көрме деді бір ағам. Я, кек сақтап жек көріп жүрген біз жоқ. Ләммим деп тіл қатпай қоюға болар еді. Өкпіреніш тым асқынып барады. Қазақтың қарапайым азаматы ретінде бір туған бауырлардың бізге қарата айтқан ауыр айыптаулары, шабандоздардың әнұранымызды менсінбей кетіп қалуы көңіліме қатты тиді. Көкпардан қазақтың жеңісін мойындағандар бар, бірақ талай қырғыз көңілдегісін жасыра алмады. Біздің батыр палуандарымызды кемсітіп юбка киіп шығыңдар. Сендерді қырғыздың қатындарының өзі 10 орап алады деп қорлайтын сөздерді айтты. Біраз пікірлерді оқысаңыз, қазақтан жаман ұлт жоқ сияқты. Көп адам сырына жасырған шынын білдіріп алды. Менің ойымша, бұны да тез ұмытып кетеміз. Қазақ кешірімді халық. Мен үшін мінезімен үлгі болған қырғыз зиялылары бар. Олар мені танымайды. Мен де ол кісілерді өмірде көрмегенмін. Нұржігіт Қадырбеков, Ыдырыс Айтбаев, Ақжол Махмудов, Нұрсұлтан Малдыбаев сияқты қырғыздың даңқты азаматтары екі ұлтты араздастырмау үшін халқына басу айтады деген ойдамын. Ренжу